Абай облысының өңірлік коммуникациялар қызметінің ақпараттық алаңынан өз жұмысымызды бастаймыз. Бүгінгі қозғалатын тақырып Абай облысының әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы болмақ. Алаңымыздың құрметті спикерімен таныстырып өтсем, Садыр Ербол Әбілхайырұлы, Абай облысы әкімінің бірінші орынбасары. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері. Сіздерге 9 айдың қорытындысы бойынша облыста атқарылған жұмыстар туралы қысқаша баяндап беруге рұқсат етіңіздер. Биылғы жылғы 9 айдың қорытындысы бойынша облыстың әлеуметтік экономикалық даму көрсеткіштері оң өсім орын алды. Өңірдің қысқа мерзімді экономикалық индикаторлар, яғни облыс экономикасының даму деңгейі 8% құрады. Көлік саласында өсім 123,4%-ға, байланыста 106,4%-ға, ішкі саудада 105,9%-ға, ауыл шаруашылығында 102,8%-ға, өңдеу өнеркәсібінде 101,3%-ға өсім тіркелді. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі 31,5%-ға өсіп 1,914 миллиард теңгені құрады. Өнеркәсіптегі негізгі үлесі немесе 71% тау-кен өндірісіне тиесілі. 9 айда осы салада 1,359 миллиард теңгеге өнім өндірілді. Өңдеу саласында 500 миллиард теңгеден астам өнім өндіріліп, 25,2%-ға өсті. Өнеркәсіп өндірісінің индексі 101,3%-ды құрады. Өңдеу саласына салынған инвестиция көлемі 137,8%-ға артып, 29,6 миллиард теңгеге жетті. Облыс экономикасының тұрақты өсімін қамтамасыз ету мақсатында облыс әкімі тікелей бақылауында ұстап отыр. Өйткені облыстың дамуы тікелей жеке инвестиция тартуға байланысты. Облыс экономикасына осы 9 айдың ішінде 364,5 миллиард теңгенің инвестициясы тартылды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда нақты көлем индексі 103,1%-ді құрады. Қазақстан Республикасының 2029 жылға дейінгі инвестициялық саясат тұжырымдамасын іске асыру шеңберінде Абай облысында инвестициялық бағдарлама мен инвестиция тарту жөніндегі іс-шаралар жоспары әзірленді. Аталған бағдарламаны іске асыру аясында инвестициялық жобалар пулын кеңейту жұмыстары жүргізілді. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша бизнесті қолдау және инвестиция тарту шаралары жүзеге асырылуда. Жыл басынан бері іске асырылып жатқан жобалар саны 29-дан 97-ге дейін артты. Ал тартылатын инвестициялар көлемі 2,2 триллион теңгеден 3,2 триллион теңгеге дейін өсу қарастырылып отыр. Бұл өңірдегі инвестициялық белсенділіктің оң серпінін көрсетеді. Олардың ішінде 46 жоба ұлттық цифрлық инвестициялық платформаға енгізілген. Биыл 11 жоба іске асыру жоспарланған. Олардың үшеуі жалпы сомасы 3 миллиард теңге құрай отырып жүзеге асырылды. 72 жұмыс орны құрылды. Жыл соңына дейін жалпы құны 22,7 миллиард теңгені құрайтын және 552 жұмыс орнын құруды көздейтін 8 жобаны жүзеге асыру жоспарланып отыр. Сонымен қатар өңірлік инвестициялық жобалар пулы қарастырылды. Яғни бұл облысымызда алғаш рет осы өңірлік арнайы инвестициялық жобалардың барлығын біз облыс тарапынан қолдау шараларының барлығын тиісті деңгейде атқарылуын күшейту үшін арнайы пул қалыптастырылып, оның ішінде ағымдағы жылы жалпы құны 13 миллиард теңгені құрайтын 12 жоба іске асырылуда. Нәтижесінде 310 жұмыс орны ашылады. Бұдан бөлек халықаралық экономикалық ынтымақтастықты кеңейту және шетелдік инвесторлар тарту мақсатында Абай облысының әкімі Берік Уәлиұлы бастаған делегация 2025 жылғы 18-21 мамыр аралығында Қытай Халық Республикасының Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданына жұмыс сапарымен барып, Үлкен Алтай субөңірлік ынтымақтастық жөнінде халықаралық конференцияға қатысты. Сапар аясында Қытай Халық Республикасының Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданында іскер топтарының өкілдерімен 20-дан астам кездесулер өткізілді. Нәтижесінде жалпы тартылатын инвестиция көлемі 1,5 миллиард ақш долларын құрайтын 15 өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. Қол қойылған құжаттар логистика, туризм, өңдеу өнеркәсібі және басқа да перспективалы салаларды қамтиды.
Олардың ішінде жалпы сомасы 36,5 миллиард теңгені құрайтын қытайлық серіктестердің қатысуымен 3 жобаны іске асыру басталып кетті. Ауыл шаруашылығында биыл егіс жұмыстары 782-де 1000 гектар алаңда жүргізілуде. Оның ішінде майлы дақылдар алқабы өткен жылмен салыстырғанда 42-де 9000 гектарға ұлғайтылып, 339-да 4000 гектарды құрады. Облыста ауыл шаруашылығының дамытудың негізгі бағыттарының бірі бұл суармалы егіс көлемін ұлғайту. Бұл жөнінде облыс бойынша қазір нақты жоспарлар жасалған. Облыста 113-те 4000 гектар суармалы жер алаңы болса, оның 31000 гектар немесе 27-те 8% ғана пайдалануда. Биыл жоспар бойынша 23-те 2000 гектар жерді су үнемдейтін технологияларды енгізу керек. Жыл басынан 19300 гектар жерге жаңғырлатып суару жаңа үнемдейтін технологиялар енгізілді. Бұл дегеніміз ауыл шаруашылығы өнімдерінің өнімін өткенде мен Бородулиха ауданына барып, осы жаңғырлатып енгізілген жобаны көрдім. Сол шаруалардың айтуынша биылдың жылдың өзінде, бірінші жылдың өзінде 40 центнерге өнімділігі асқан. Бұрын бар болғаны 30 центнер алып жүрсе, биылғы жылы 70 центнер бір гектардан алған. Сондықтан бұның тиімділігі өте жоғары. Осы мақсатта қазіргі кезде облыста су саласын дамытудың 2024-2028 жылдарға арналған республикалық кешенді жоспар шеңберінде 6 су қоймаларын салу, 10 гидротехникалық құрылысты, сондай-ақ 17 ирригациялық жүйені қайта жаңарту жоспарланған. Бұл жобаларды іске асыру нәтижесінде 31000 гектар жаңа суармалы жерлер енгізіліп, 180 миллион текше метр су жинақталып, 181 шақырым магистралық арналар жөнделіп, 1 гектардан алынатын өнімділік, енді мына әртүрлі өнімдердің түріне байланысты 16 центнерден 27 центнерге дейін артады. Бұл негізінен бидай өніміне бағытталған есепті айтып отыр. Бұдан бөлек Ертіс өзенінің гидропотенциалын пайдалану арқылы облыстың суармалы жер көлемі қосымша 70 000 гектарға ұлғайтуға мүмкіншілік бар. Сонда барлығы облыстағы суармалы жерлердің көлемін 214 000 гектарға дейін ұлғайтуға мүмкіншілік бар. Жалпы облыс бойынша 100 000 гектар жаңа суармалы жерлер айналымға енгізу жоспарланып отыр. Нәтижесінде су үнемдейтін технологияларды қолдану алаңы 13,9 мың гектардан 88 000 гектарға дейін ұлғайту қарастырылған. Енді көлік логистика саласына келетін болсақ, көлік логистика инфрақұрылымдарын дамыту шеңберінде ұзындығы 295-те 7 км болатын Бақты-Аягөз теміржол желісінің құрылысы басталды. Биылғы жылы президенттің тікелей тапсырмасына орай жобаның құны 577,5 миллиард теңгені құрайды. Мердігер ұйым China Harbour Engineering Company. Жобаның техника-экономикалық негіздемесі әзірленіп бекітілген. Оның іске асырылуы 2023 жылы басталды. Абай облысы әкімінің 2024 жылғы 29 қарашадағы қаулысыменен жалпы ауданы 10.500 гектар жер болатын аумақ резервке қойылды. Бүгінгі таңда жобаға 30 миллиард теңге инвестиция салынды. Нысанды пайдалануға беру 2027 жылғы желтоқсан айына жоспарланған. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында Абай облысында құрғақ порт салу үшін шекара маңында Бақты ауылында ауданы 900 гектар болатын аумақ резервке қойылды. Жоба аясында логистикалық функциялардың тиімді орындалуын қамтамасыз ететін бірқатар негізгі нысандарды қамтитын заманауи көлік логистикалық кешенінің құрылысы көзделген. Бүгінгі таңда Макпол және PTC компанияларымен жобаны іске асыру мәселелері бойынша инвесторлармен келіссөздер жүргізілуде. Бұдан бөлек мемлекет басшысының Семей қаласында жаңа жылу электр орталығын салу жөніндегі тапсырмасы аясында Абай облысының әкімдігі Қазақстан энергетика және байланыс ғылыми
зерттеу жобалау институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі және Аспан Холдингс жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірге осы электр орталығының сыртқы инфрақұрылымын салуға арналған жоба сметалық құжаттаманы әзірлеу бойынша 3 жақты меморандумға қол қойылды. Жалпы жылу энергия орталығының бірінші іске қосу кешенін пайдалануға беру 2029 жылдың 4-ші тоқсанына жоспарланған. Сонымен қатар Мақаншы ауданы аумағында орналасқан Алакөл көлі жағалауы айтарлықтай туристік және инвестициялық әлеуетке ие. Мемлекет басшысының тапсырмасына іске асыру мақсатында Алакөл көлі жағалауының жаңа бас жоспар жобасын әзірлеу жоспарланып отыр. Жобада жалпы ауданы 1000 гектардан асатын демалыс және туризм аймақтарын қалыптастыру, сондай-ақ рекреациялық, қоғамдық іскерлік және тұрғын аумақтарды дамыту көзделген. Ерекше назар көліктік қолжетімділігіне, инженерлік инфрақұрылыммен қамтамасыз етуге және экологиялық тұрақтылыққа аударылады. Бас жоспарды әзірлеу бірнеше негізгі міндеттерді шешуге бағытталған. Ішкі туризмді дамыту, инвестициялар тарту, жаңа жұмыс орындарын ашу және өңір тұрғындары мен қонақтарының жайлылығын арттыру. Аталған жобаны іске асыру нәтижесінде Қабанбай ауылының аумағы мен көл жағалауын біріктіріп, игерілген аумақ көлемінің 3000 гектарға дейін ұлғайту жоспарланды. Болашақта бұл Алакөлді өңірдің жетекші туристік орталықтарының біріне айналдыруға, инвестициялық тартымдылықты арттыруға және өңірдің экономикалық дамуына серпін беруге мүмкіндік береді. Жағалауды дамытудың негізгі жобаларының бірі Әзербайжан Республикасының инвесторлар қатысуымен Алакөл емдеу сауықтыру кешенінің құрылысы болып табылады. Қазіргі уақытта бұл жобаны Әзербайжан Республикасының президентінің Қазақстан Республикасы сапары аясында осы мәселелерде қарастырылып, қазіргі кезде пысықталып жатыр. Инвестиция тарту және өңірдің жаңа өнеркәсіптік базасын қалыптастыру бойынша жұмыстар қарқынды жүргізілуде. Қазіргі кезде өңірге тартылып келіп жатқан инвесторларға ең бірінші кезектегі жұмыс, оларға бірінші сол жер шешіп беру, одан кейін инфрақұрылымдармен қамтамасыз ету. Соған байланысты қазір біз облыста Семей қаласындағы индустриялық аймақтарға талдау жасадық. Бүгінгі күнге бар 96 гектарды құрайтын өндіріс индустриялық аймағы. Оның қазіргі кезде біз 76 гектарын келген инвесторларға бердік. Сондықтан біз инвесторлардың тарапынан көптеген сұраныстарды байқап отырып, соған байланысты бұл индустриялық аймақты 186 гектарға дейін кеңейту жөнінде шешім қабылданды. Қазір осы жұмыстар атқарылуда. Және инвесторлардың жоғары қызығушылығы индустриялық қуаттарды кеңейту қажеттігін растайды. Осыған байланысты Семей қаласының өнеркәсіптік аймағында арнайы экономикалық аймақ құру үшін 500 гектар жер бөлу жөнінде жоспар жасалған. Қазір сол степной қалашығы жағынан 500 гектар орынды дайындадық. Сол индустриялық аймаққа жақын жерден. Бұл өзі логистикалық тұрғыдан қарағанда өте тиімді жер болып табылады. Сол жерде 500 гектар индустриялық аймақты құрып, ол жерде экономикалық аймақ құру жөнінде үкіметке қазір құжаттар дайындап жатыр. Жобаны іске асыру инвестиция тартуға, жаңа өндірістер мен жұмыс орындарын құруға мүмкіндік беріп, өңірдің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді. Енді одан кейін өздеріңіз білесіздер, мынау біздің облысымыз үшін, Семей қаласы үшін осы экономикалық бізге өсім беретін якорлық жоба. Бұл жаңа әкімшілік іскерлік шағын ауданы. Ол 1000 гектар жерге орналасқан. Енді бұл жөнінде облыс басшысы Берік Уәлиұлы мемлекет басшысының қабылдауында болғанда арнайы осы Абай атамыздың 180 жылдығына орай Абайға құрмет акциясын жүргізу жөнінде ұсыныспенен шыққан. Мемлекет басшысы қолдады. Бұл бастама елдің барлық өңірлерінен кең қолдау тапты. Бүгінгі күні 14 өңір Семей қаласында нысандардың құрылысын жүргізу бойынша жобалық жұмыстарды белсенді атқаруда. Оны енді облыс басшысының баяндамасында барлығыңыз тыңдап естіп жүрсіздер. Қазір 14 облыс, оның ішінде алғаш болып Маңғыстау облысы, Достық үйінің қазір жұмысын бастап кетті. Ақтөбе облысы бастап кетті.
Одан кейін жаңа мешіттің құрылысы басталып кетті. Одан кейін стадионның қазір құрылысын бастау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Және сонымен қатар қазіргі кезде Шымкент қаласы менен Түркістан облыстары да осы өздерінің нысандарын бастау жөнінде қазір құжаттарын дайындап жатыр. Аталған нысандардың басым бөлігі Семей қаласының жаңа бөлігінде орналасады. Бұл аумақ әкімшілік және мәдени нысандармен қатар 300 гектарлық көп қабатты тұрғын үй құрылысын, 7 мектепті, 10 балабақшаны, емханаларды қамтып, Семей қаласының жаңа әкімшілік іскерлік орталығына айналмақ. Енді бұл не үшін осы жобаны бастадық? Өйткені біз осында келгеннен кейін барлық Семей қаласының дамуы бойынша қабылданған бас жоспарға бәріне талдаулар жасадық. Ескі қалада құрылыс жүргізу, оны дамыту экономикалық жағынан қарағанда жаңа осы аймақты ашқанға қарағанда едәуір бізге қымбатқа түсетін еді. Өйткені бірінші кезекте жердің бәрі бос емес, ескі қалашықта. Ол қандай да бір ғимарат салатын болса, ол жерлерді бірінші босатуымыз керек. Оған тек қана қаржы емес, одан басқа уақыт та көп кетеді. Одан кейін екінші мәселе инфрақұрылыммен қамтамасыз ету. Біздің Семей қаласының осы оң жағалауында жылу бізде қуаты жетіспейді. Одан кейін кәріз жүйесінің де сумен қамтамасыз ету, электр жүйесімен қамтамасыз ету. Ол өзі бірінші оның қуатына байланысты жетіспеушілік бар. Одан кейін оның жүйелердің жаңағы өткізу қуатына байланысты жетіспеушіліктер бар. Өйткені бұрын енді шағын қалаға арналған жаңағы өткізу қуаттарының барлығы. Сондықтан оның барын реконструкция жасап ауыстыру ол үлкен шығынға келтіретін болды. Мысалға сіздерге айтайын, біз бір ғимараттың өзін салу үшін, осы әлеуметтік ғимаратты салу үшін жерін босатуға орта есеппенен 2 миллиардтан 3 миллиард теңгеге дейін қаржы керек болады. Жерін босату, бір 3 гектар, 3,5 гектар жерді босату үшін. Одан кейін оған тағы да уақыт кетеді, оған 1,5 жылдан аса уақыт кетеді. Одан кейін енді сол бір ғимараттың өзіне инфраструктура апару үшін оған да 2 миллиард, 3 миллиард қаржы кетеді. Сонда есептеңіз, біз әр ғимарат үшін жерін босатып жүруіміз керек. Сондықтан барлық жақта архитектуралық дамуда ол жаңа аймақты ашу, бұл дүниежүзілік осындай тәжірибе. Соған байланысты оның үстіне біздің Семейдің осы президентіміздің қолдауыменен осы қазіргі үлкен болашаққа деген қадамдар жасалып жатыр. Соның аясында осы жаңа қаланың болуы, жаңа Семей, смарт Семейдің болуы, мен ойлаймын, бұл өзі қажетті, өзі дәлелденген, осы уақытылы басталған шара ғой деп ойлаймын. Соған байланысты осы жоба басталды. Бұл өздеріңіз білесіздер, бұл құрылыс жаңа қаланың салынуы тек қана бұл халыққа көрсетілетін жағдай емес. Ол бір облыстың, одан кейін бүкіл республиканың экономикалық өсуіне қарқын беретін үлкен жоба, якорлық жоба. Енді ол 75 мың халық бұл жерде орналастыру жоспарланып отыр. Жобаның қазіргі кезде осы барлық облыстардың берген тартулары, одан кейін біздегі ірі кәсіпорындардың салатын ғимараттары барлығы осы аймақта орналасатын болады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл негізі үлкен ұзақ мерзімді перспективалы жоспар. Қазіргі кезде сол айналма жолында құрылысы бойынша инвесторлармен қазір жұмыстар жасалып жатыр. Оның бәрі атқарылатын болса, осы жаңа аймақта тек қана бюджеттің есебінен емес, тұрғын үйдің есебінен, одан кейін жеке кәсіпкерлердің, бизнес орталықтарының есебінен, қонақ үйлердің есебінен үлкен осындай дамуға мүмкіндік береді деп ойлаймын. Ал енді мына бюджетке келетін болсақ, биылғы жылдың 1 қазанына облыс бойынша
мемлекет бюджеті 417 миллиард теңге салық жиналды. Оның ішінде 301 миллиард теңге республикалық бюджетке, 116 миллиард теңгесі жергілікті бюджетке түсті. Бұның былтырғы жылмен салыстырғанда өсу қарқыны 141,6 пайызға өсімменен орындалып отыр. Биыл облыс бюджетінің жалпы көлемі 509 миллиард теңгені құрап отыр. Қазіргі кезде осы 25 жылдың бюджеті. Бұл 24 жылмен салыстырған уақытта 18,7 миллиард теңгеге артық қазіргі облыстың бюджеті. Ал енді осы бюджетті тиімді және үнемді пайдалануымыз керек. Оның негізгі нәтижеге қол жеткізуді қарастыруымыз керек. Бүгінгі күні бюджет шығыстарының жоспары ағымдағы жылдың 1 қазанына 98,5% болып орындалды. Егер бағыттар бойынша қарайтын болсақ, бюджеттің ең үлкен үлесі шамамен 45,4% әлеуметтік салаға тиесілі. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында биыл Семей және Аягөз қалаларында 2 мектептің құрылысы жүріп жатыр. Апатты деп танылған Жарма ауданы Суықбұлақ ауылындағы мектептің құрылысы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында жүргізілуде. Ақсуат пен Екпінді ауылдарындағы 300 орындық мектептерде осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік арқылы басталып жатыр. Ауылдық денсаулық сақтау жаңғырту ұлттық жобасы іске асыру аясында облыс бойынша өткен жылы 62, биыл Ақсуат ауданының Қожагелді және Аққала ауылдарында алғашқы медициналық санитарлық көмек нысандары салынды. Жыл соңына дейін Үржар ауданында күндізгі стационарға дәрігерлік амбулаторияны пайдалануға берілетін болады. Облыста 24 жобаға арнайы мемлекеттік қордан 15,7 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде 3 әлеуметтік нысанды салуға 5,6 миллиард теңге. Одан кейін ең үлкен жоба биыл президенттің тапсырмасына сәйкес барлық елді мекендерді 100% ауыз сумен қамтамасыз ету тапсырмасы берілген. Соның аясында 21 жобаға 1,1 миллиард теңге арнайы қордан бөлінді. Биылғы жылы сол жұмыстардың бәрі атқарылатын болады. Жалпы халықты ауыз сумен қамтамасыз ету бойынша бүгінгі облыстың 598,9 мың тұрғынның 33,600 мыңы ғана орталықтандырған сумен қамтамасыз етілмеген. Осы сұрақтардың ішінде биылғы жылы 25 миллиард теңге болатын 30 жоба іске асырылып, биыл қарастырылған сома 116,7 миллиард теңгеге, нәтижесінде жыл соңында 25 жоба аяқталып, қамтылу деңгейі 99,1%-ға жететін болады. Келесі жылы осы 100%-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Және облыс бойынша су желілерінің жалпы ұзындығы 3687 шақырым, тозу деңгейі 44,1%. Биыл су құбырларын қайта құру үшін 28 жоба іске асырылуда, оның 4-еуі биыл бітсе, қалған 24 жобаны келесі жылға алдағы жылдар аяқтау жоспарланып отыр. Енді жылу жүйелері бойынша да үлкен жұмыстар атқарылды. Өздеріңіз білесіздер, мынау қысқа мерзімнің өзінде Аягөздегі мысалға жылу жүйесінің мәселесі шешілді. Одан кейін Семей қаласындағы барлық қазандықтарды қысқа дайындыққа осының барлығына 35 жобаны іске асыруға 11,8 миллиард теңге қарастырылып, осы қысқа дайындық жұмыстары атқарылды. Енді ең үлкен мәселе бұл халықтың әлеуметтік осал топтарын тұрғын үймен қамту үшін биылғы жылға 1146 жалға берілетін пәтер сатып алуға 23,3 миллиард теңге бөлінді. Бірінші қазанға қала мен аудан әкімдіктерімен 212 пәтер сатып алынды. Сонымен қатар Семей қаласының Қарағайлы ықшам ауданында биыл 21 мың шаршы метрден астам 4 несиелік тұрғын үй пайдалануға беріліп, тағы 13 үйдің құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның барлығын жылдың соңына дейін аяқтау жоспарланған. Енді жолдарға келетін болсақ, жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жолдардың үлесі 88% құрайды. Биыл жолдарды ретке келтіруге 21,4 миллиард теңгеге қарастырылды. Бұл қаражатқа 274
шақырым жол жөндеуден өтетін болады. Оның ішінде Семей қаласының 56 көшесінде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілді. Жыл соңында жақсы жолдардың үлесі 88%-дан 89%-ға дейін көтеріледі. Әрине, барлық инфрақұрылымдық мәселелерді бір жылда бір мезетте шешу мүмкін емес. 25 жылдан бері қордаланған үлкен мәселе бар. Сол облыс әкімінің тапсырмасына сәйкес біз барлық осы облыстағы проблемалық мәселелердің барлығына талдау жасадық. Барлығын осы алдағы 3 жылға жоспар жасадық. Соның барлығын кезең-кезеңмен шешу жөнінде. Оны бізді үкімет тарапынан да қолдау көрсетіп отыр облысқа. Осы қордаланған мәселелерді шешуге байланысты. Сондықтан осы жұмыстардың бәрін кезең-кезеңмен атқаратын боламыз. Тек қана біз жаңағы бюджеттің есебінен емес, көп мәселелерді осы инвесторлар тарту арқылы, одан кейін сол кәсіпорындарды ашу арқылы салық базасын ұлғайтып, сол арқылы да шешу жоспарланып отыр. Қысқаша 9 айдың қорытындысы бойынша атқарылған жұмыстар жөнінде. Абаттандыру бойынша айтып өттіңіз, жалпы біз өзі 9 жолдың торабында тұрған облысымыз ғой. Мына жағымызға Ресейге, мына жағымызға Қытайға тартуға мүмкіндіктер бар, қарастырылған. Сырт жақтан да ішкі туризмнен бөлек сыртқы туризмге де тартуға, сырттан шет мемлекеттеріне туризм тартуға өте қолайлы. Соның бірі енді біздің жауһарларымыз, жаңағы Қоңыр әулиемізге де келіп жататын, сырттан келіп жататын, Ресейден басқа жақтан да келіп жататын естіп жатамыз. Одан кейін мынау Шипалы көліміз бар, Бесқарағайда. Осыларды дамыту жағынан, туризмді дамыту жағынан, ішкі туризмімізді сыртқа, шетелге көрсететіндей, сыртқа көрсететін мүмкіндіктер қарастырамыз. Алакөлден бөлек бірінші сауал. Тек қана біздің облысымыз қазір дүниежүзілік тәжірибеде көрсетіп отыр. Туризм деген бұл жұмыс орнын құру, одан кейін жаңа экономиканы дамытуға үлкен үлес береді. Біздің өзіміздің облыстың географиялық орналасуы осыған өте ыңғайлы. Одан кейін біздің де жаңағы әулиелі, әмбиелі, жаңағы жақсы мақтанатын жерлеріміз бар. Соған байланысты бірінші кезекте осыны дамыту үшін облыс әкімі келген кезде туризм басқармасын құрды. Бірінші рет осы Абай облысында туризм басқармасы қазір құрылып осы жұмыс жасап жатыр. Одан кейін қазір ішкі туризмді дамытуға, одан кейін жаңағы Алакөлді айтатын себебіміз, бірінші Алакөлден бастайтынымыз. Өткен әрбір осы қандай да бір бағытта үлкен бір нәтиже беретін жобадан бастау керек те бірінші. Алакөл, мен сіздерге айтайын, менің білуімше Қазақстандағы ең көп халық келетін пляждың бірі. Ол жерде күніге 20-25 мыңға тарта халық келеді. Енді ол халық Алакөлге келгеннен кейін, оны біз осы бүкіл облысқа алып келіп, Семейді көрсетіп, басқа жаңағы Жидебайға апарып, Бөрліге апарып, басқа да біздің сондай тарих Қоңыр әулиеге апарып, Ырғыз әулиеге апарып, сондай тарихи жерлерге апарып, оны ары қарай дамытуымыз керек. Сол үшін біз Алакөлде якорный жоба ретінде алып, содан ары қарай дамытуды қарастырып отырмыз. Бұған енді мен сіздерге айтайын, көршілестеріміз, көрші елдер, мысалға Қытай елінің азаматтары осыған өте үлкен қызығушылық білдіріп отыр. Бұның өзі біздің президентіміз, екі елдің президентінің бір-біріне деген үлкен сенімді, достық қарым-қатынастың арқасында қазір өздеріңізде білесіздер, безвизовый режим 30 күнге дейін. Сондықтан ояқтан келетін туристердің де саны еселеп өсетіні ол енді айдан анық нәрсе. Біз сол келген туристерді жақсы қабылдап, сөйтіп жақсылап шығарып салуымыз керек. Қазіргі кезде бізде айтуымыз керек, біздің халықтың арасында шамалы осы көрші халқына байланысты әртүрлі жаңа қорқыныштар бар, әртүрлі ойлар бар дегендей. Бұл дүние жүзінде болып жатқан тәжірибе. Біз оны тек қана жақсы жағынан қолдануымыз керек. Егер де жақсы жағынан қолданып, жақсы шешімдер қабылдайтын болса, ол үлкен нәтиже беретіні айдан анық. Екінші сауалым, өзіңіз инвестиция бойынша толыққанды айтып өттіңіз, қалай өсетінен, түсіп жатқан қосымша қаражаттың. Солардың ішінде ағаш өңдеу өнеркәсібі, одан кейін ет өңдейтін Шағалмандағы үлкен комбинат салынып жатыр. Одан кейін Семей кіреберістегі үлкен коммуналдық базар салынып жатыр. Осылардың құрылыс деңгейі қазір қандай деңгейде?
ең үлкендері қазір осы. Енді мен айта кететін жағдай, енді мынау ет комбинаты, бұл енді біздің Семей үшін бұл тарихи қалпына келтіріп атқан комбинат. Кеңес дәуірінің кезінде ең үлкен 3 ет комбинаты болса, соның біреуі біздің Семей қаласында болған. Бізде соны жүргізуге байланысты, біздің комбинатты үлкен деңгейде дамытуға байланысты малдың басы да бар бізде. Қазір 800 мыңға тарта ірі қара мал басы бар. Оған бірінші керекті 1 миллионнан 1 миллион 100-ден аса майда мал бар, негізгі сойылатын. Сондықтан оны біз тиімді пайдалануымыз керек. Біздің бұрыннан келе жатқан халықтың ата кәсіппен айналысып келе жатқан. Одан кейін біздің географиялық осы мал өсіруге ыңғайлы, қолайлы біздің табиғатымыздың бәрін пайдаланып, соған жоспарланған комбинат. Ол енді мясо комбинаты, ет комбинаты. Биылғы жылы олар жаңағы ғимаратының төбесін жауып, жалпы ішкі жұмыстарға кіру керек еді. Қазір олар жоспарға сәйкес келе жатыр. Мен кеше ғана барып көрдім. Одан кейін енді келесі жаңағы сіз айтып отқан ағаш. Енді өздеріңіз білесіздер, біздің өңірде Семей орманында үлкен жаңағы қайғылы өрт болды. Қаншама жер 65 мың гектарға тарта аумақ өртенді. Енді сол ағаштардың бәрін өңдеуіміз керекпіз. Қазір соған үлкен мән беріп жатыр. Облыс әкім тапсырма беріп, қазіргі кезде тек қана бір ғана ағаш өңдеуіміз. Қазір бір 3-4 инвестор келді. Оның ішінде 3-еуі осы жұмысты бастауға дайын. Уже техникаларын әкеп жатыр осы завод салуға. Енді ол завод салуға да уақыт керек. Алғашқы кезде қазір олар тек қана жаңа ағашты алып, бірінші кезектегі өңдеу жұмыстарын жасап жатыр. Ары қарай олардан дайын өнім шығару жөнінде заводтарды іске қосатын болады. Бұның барлық кезең-кезеңмен жүргізіледі. Енді жаңағы неге Семей қаласына кіреберістегі коммуналдық базарға байланысты олар Қытай азаматтары, олар келіп бізге инвестиция салып, осы жұмыстар жүргізу үшін біраз құжаттар дайындау керек болады. Олардың процесі бар, құжат дайындау. Бірақ олар сол базарды салуға байланысты, оған ішіндегі қажетті құрал жабдықтарға байланысты тапсырыстың бәрін беріп қойды. Қазір құжат дайындап жатыр. Сол құжат рәсімдері бітетін болса, қарқынды түрде құрылысты жүргізетін болады. Одан кейін осыған байланысты индустриялық аймақтарды қазір құрып жатыр. Оның инфрақұрылымдарын жоба сметалық құжаттамаларын әзірлеп, соны қамтамасыз ету бойынша. Бірінші. Одан кейін екінші, қазір біз СПК арқылы арнайы технопарк салу жоспарлап отыр. Яғни кіші кәсіпкерлерге арнайы осы ғимараттарды жалға беретін боламыз. Сонда ол кісілер оған уақыт кетірмейді, оборудованиесін бәрін алып келіп, дайын өнім шығаруға мүмкіншілік береді. Одан кейін енді мемлекеттік бағдарламалар бар. Жаңағы алатын кредитті субсидиялауға байланысты, одан кейін ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруге байланысты арзандатылған несиелер бар қазіргі кезде. Одан кейін жаңағы өрлеу жеңілдетілген бағдарламалар бар. Қамқор өңірлік бағдарлама бар. Одан кейінгі үлкен мәселе, қазір біз арнайы осы брошюра дайындап жатырық. Кәсіпкерлерге қандай кәсіппен айналысуға болады, жеңіл түрі. Одан кейін қандай мемлекеттік қолдаулар бар. Келген кезде келген кәсіпкерге соны қолына ұстатып беріп жіберетіндей. Сонда ол кісі қай есікке барып, кімнен сұраймын, не деп жүрмейді. Сол дайын ақпараттарды алып, соны оқып танысуына мүмкіншіліктер болады. Жақсы, рахмет. Әріптестер кезекпен қойсақ еді, тікелей эфирден әріптестерден сауал жолдаған екен. Инабат қойып жіберсеңіздер. Арайлым. Абай облысының жалпы ішкі өңірлік өнімі биылғы жылы қалай өзгерді?
ішкі өңір. Енді ішкі өңірлік өнім биылғы жылы негізі жалпы жоспар бойынша 103%-дан көлемінде бекітілген ішкі өнім. Соған жету бойынша жұмыстар атқарылып жатыр. Мен бағана айтып кеткендей, бізде негізінде қазір осы инвестиция тартып, бұған ішкі өнімге негізгі әсер ететін мынау көрсеткіштер, ол инвестиция тарту. Осы инвестиция бойынша біз көлемін өсіріп жатырмыз. Одан кейін ауыл шаруашылығының биыл үлкен жақсы өнім күтіп отыр. Ауыл шаруашылығы бойынша нақты көлем индекс. Одан кейін транспорт бойынша бізде жаңа айтып кеттім, 123%-дан артық. Соны жылдың соңына дейін 120%-ның көлемінде ұстап қалатын болсақ, біз осы бізге бекітілген 103% өсімді немесе одан да жоғары орындауды жоспарлап отырмыз. Жақсы, рахмет. Әріптестер тағы да. Коммуникация қызметі Гүлмір. Экономикалық өсімнің негізгі драйверлерінің қандай салалары болып отыр қазіргі кезде? Қандай салалар? Енді жаңа мен сізге осы баяндамада айтып кеттім. Біздің негізі біздің Абай облысы бірінші тарихи ауыл шаруашылығы. Оның ішінде бізде мынау егіс көлемін жаңа суармалы жерді ұлғайту, одан кейін алынған өнімді өңдеу. Қазіргі кезде үлкен өздеріңіз білесіздер, бізде май сығу цехы биыл жаңа технология шығарайын деп жатыр. Бұрын тек қана ол майды алып қазір жаңа технологиямен рафинациядан өткізейін деп жатыр. Қазір ол да үлкен жоба. Сол сияқты жаңағы ет комбинаты бар. Басқа да қазір тауық етін өндіру бойынша фабрика салу жөнінде ұсыныстар бар. Көптеген жаңа мен сіздерге айтып кеттім. Бізде биылғы жылы осы 97 инвест жобалардың саны 97-ге жеткіздік қазір барлық. Осы қолдаулардың арқасында. Соның ішінде ауыл шаруашылығы, одан кейін бізде өнеркәсіп, өндіріс орындарын ұлғайтуымыз керек. Одан кейін туризм, одан кейін енді үлкен бағыт, жаңа бізде якорлық жоба, жаңа әкімшілік іскерлік орталығы, осы құрылыс материалдарының шығуына байланысты, осы құрылыс материалдарының дамуына, құрылыс саласының дамуына үлкен әсер ететін жоба. Хотела задать такой вопрос. Вот в инвестиционный пул, как вы видите, может быть интегрировано государственно-частное партнерство? И как вы вообще к этому относитесь? Второй вопрос. Буквально вчера на совещании Белико Алиевич понял такой, что в каждом районе должно быть не менее 2 инвестиционных проектов. Я это очень поддерживаю. И исходя из социально-экономического развития, как вы думаете, в какое отраслевое развитие лучше сегодня инвестировать? Вот такие, они небольшие эти вопросы, но они очень значимые для нашей области. Все, Рахмет. Да, я думаю, инвестиционный пул, который на сегодняшний день, программа, которая работает, да, он разделяет на 2 типа те инвестиционные проекты. Первый — это крупные, которые национальные проекты, он контролируется и сопровождается правительством. Второй — региональный пул. Это тоже проекты мелкого характера, но эти проекты тоже очень значимые. Да, это развитие малого и среднего бизнеса, который контролируется областным акиматом. А государственно-частное партнерство, в основном это те проекты, которые социального характера. Да, поэтому проекты государственно-частного партнерства у нас тоже есть большие планы. Сейчас на сегодняшний день определены основные направления. Это образование, здравоохранение, спорт, да, дороги, еще строительство котельных. Да, потому что те социальные проекты, которые требуют немедленного решения, да, туда легче привлекать частные инвестиции. И за счет государственно-частного партнерства мы можем
в кратчайшие сроки решить много проблем. Второй по развитию инвестиционного отрасли. Да, у нас на сегодняшний день по каждым районам определены основные направления, да, по геологическому расположению, по историческому, по обеспеченности, кадровой обеспеченности, учитывая все эти показатели, на сегодняшний день утверждены конкретные направления, основные направления по каждому району. Жақсы, рахмет. Ары қарай список бойынша Думан Кенжеғазы 018 ақпараттық порталы. Қайырлы кеш, Ербол Қайырлы, әріптестер. Думан Кенжеғазы, Абай ақпарат редакциясы. Менде екі сауал бар. Біріншісі экономикалық дамуға, екіншісі әлеуметтік салаға қатысты. Бірінші сауалым, облыс орталығына көптеп көңіл бөліп жатсыздар, әсіресе Семей қаласына Smart City жобасын жүзеге асырамыз деп жатсыздар. Ал енді облыс орталығынан бөлек бізде басқа да аудандар, қалалар бар. Оларға көңіл бөліне ме, мысалы Аягөз, Курчатов қаласы, ол жақта шағын аудан салына ма, мысалы, олардың болашағы қалай болады? Бірінші сұрақ. Енді негізі дұрыс. Бірінші кезекте аудандардағы шағын аудан салу, басқа да дамуды қарастыру үшін біз бірінші мен ойлаймын халықтың өсімін қарауымыз керек. Одан кейін туу көрсеткішіне үлкен мән беру керек. Сондықтан қазіргі есептерменен қарайтын болсақ, негізгі халықтың шоғырланған біздің облыста ол Семей қаласы. 600 мың халықтың 360 мыңы Семей қаласында орналасқан. Сондықтан негізгі көңілдің, негізгі жаңағы қаржының Семей қаласына бағытталуы ол заңдылық. Ал енді аудандарда, қалаларда енді Курчатов пенен Аягөз қаласына келетін болсам, олар бойынша да арнайы жоспарлар бар. Өйткені ол шағын қалаларды дамыту бойынша, Курчатов бойынша мемлекет басшысының тапсырмасы бар. Наукаград құру жөнінде. Ол жөнінде қазір министрлік тарапынан, ғалымдардың тарапынан үлкен жұмыстар атқарылып жатыр. Ол нақты шешімдер қабылданған кезде ол жөнінде сіздер еститін боласыздар. Ал енді Аягөз негізі біздің Семей қаласынан кейінгі ең үлкен екінші қала. Ол бойынша да қазір жобалар жасалып жатыр. Оған да мән береміз. Одан кейін енді бұл жерде тағы айта кететін мәселе, жаңағы әр аудан бойынша да, әр ауыл бойынша да облыс әкімі тұрақты өзінің бақылауында ұстап отыр. Оның бәрін ол кісі өзі барып, аралап көріп келген сайын, сол ауылдардың осы жағдайын жақсарту жөнінде тапсырмалар беріп, соны жүзеге асыру жөнінде жұмыстар атқарылып жатыр. Жалпы осы ауыл қалалардың инфрақұрылымымен дамуы бойынша Абай облысы республикада кенже қалған облыстардың бірі болып саналады. Біз оны үкіметтің алдында да бәрінде баяндадық барлығын. Соған байланысты алдағы 3 жылда соны осы жалпы республикалық орта деңгейге жеткізу жөнінде тиісті шешімдер қабылданып, үкімет тарапынан, мемлекет басшысының тарапынан үлкен қолдаулар көрсетіліп жатыр. Екінші сұрақ әлеуметтік салаға қатысты. Біздің облыста бірнеше әлеуметтік нысанның құрылысы жүріп жатыр. Соның бірі Қарағайлыда салынып жатқан нефрологиялық орталық. Соның құрылыс барысы жай ағымдағы күйі туралы. Одан кейін Комсомол кентінде іргетасы қаланған облыстық көпсалалы аурухананың ағымдағы жағдай қалай болмақ, сол не себепті құрылыс тоқтап тұр, болашағы қалай болды, сол бойынша айтып өтсеңіз. Енді Комсомолдағы аэропорт жақтағы ғой, да? Аэропорт. Ол енді осы облыс құрылғалы, негіз біздің облысымызда ғана облыстық клиникалық аурухана жоқ. Соған арнайы президент тапсырма берді, осы облыстық клиникалық аурухана салу. Сөйтіп соған байланысты 300 орындық аурухана салу жоспарланып жатыр. Ол негізі басында дайын жобаны алып привязка жасаймыз деп,
сол бәрін сонымен басталған болатын. Кейін оны зерттей келе біздегі жаңағы аурулардың, одан кейін жаңағы мынау дәрігерлердің, одан кейін болашақта қандай бағытта дамытуға байланысты сондай Турал Хелс деген арнайы денсаулық сақтау министрлігіне қарасты мекеме бар. Сол жерде өздері зерттеулер жасайды, даму жөнінде жоспарлар жасайды. Сөйтіп осы қандай больницаға қандай техникалық тапсырма беру керек, соны согласовать етеді. Біз соны согласовать етіп, соған байланысты бар жобаларға байланысты біршама өзгерістер енгізілді. Қазіргі кезде оның бәрі келісілді. Қазір жоба сметалық құжаттама әзірленіп жатыр. Бұл президенттің, үкіметтің де бақылауында тұр. Оларға қарқынды жүретін болады. Ал енді Қарағайлыдағы нефрология орталық бойынша құрылысы жүргізіліп жатыр. Оның негізі аяқтау жоспарланған. Сол жоспарға сәйкес жұмыс жасайтын боламыз. Жақсы, рахмет. Әріптестер, басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ болса, бүгінгі баспасөз мәслихатын аяқтаймыз. Көңіл қойып келгендеріңізге рахмет. Облысымыз дами берсін. Сізге рахмет, ақпаратпен бөліскендеріңізге. Сау болыңыздар.